Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жансая. Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бүгін сіздермен ең тәтті сугробы қазақшасы қар үйінділері печеньесінің жасалу жолымен бөлісемін. Өте оңай, бір жасағаннан шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керек заттардың мөлшерін описаниеда қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға ұнды салып, шай қасықпен қопсытқыш қосып араластырып, сары май қосып, крошка дайындаймыз. Міне крошкамыз дайын болды. Одан кейін 2 жұмыртқа аламыз. Сары уызын және ағын бөлек ыдыстарға бөліп аламыз. Видеода көрсетіліп тұрғандай. Сары уызын дайындап қойған крошкамызға құямыз және қаймақ салып жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Иленген қамырымыздың бетін жауып тұндырып қоямыз. Енді жаңағы ақ уызына қант салып миксерлейміз. Көпіртіп миксерлейміз. Міне осындай ыдысымыздан түспейтіндей масса болу керек. Енді қамырымызды алып, ұзынша етіп илеп, бірнеше бөлікке бөлеміз. Яғни бірдей бөлікке бөлу үшін таразыға салып өлшеуге болады. Мен 40 граммнан бірнеше бөлікке бөліп алдым. Көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Міне дайын. Енді домалақтап жайып, салмасын салып, видеода көрсетілгендей жасайсыздар. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментар жазып қойыңыздар. Міне салмасын салып, әдемілеп осылай жасаймыз. Өте әдемі көрінеді. Түсінікті болу үшін бірнеше рет көрсетемін. Менің каналыма өтсеңіз, түрлі рецептерді көре аласыздар. Міне осылай жайып, осылай тез істесеңіздер де болады. Барлығын табамызға пергамент қағазын төсеп, печеньелердің бәрін салып, 160 градуста 35-40 минутта пісіріп аласыздар. Беті сарғайғанда алу керек, қатты қызарып кетпесін. Міне печеньеміз дайын болды. Енді бетінде қант ұтағын сүйіп шығамыз. Өте дәмді, ауызда еритін печенье. Қонақ шақырғанда пісірсеңіздер болады. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналымды қолдап, достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.